сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? 5-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау және тыңдалым мәтінімен жұмыс тақырыбында тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуға арналған жұмыс түрлері ұсынылып отыр. Қарастырылатын оқу мақсаттары: тыңдалым айтылым 1, тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Тыңдалым айтылым 5, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Оқушыларға түрлі жан-жануарлар түрлері бейнеленген иллюстрация ұсынылады. Оқушылар иллюстрацияға және суреттің жанындағы тірек сөздерге қарап, сабақ тақырыбына болжам жасайды. Суретте арыстан, піл, барыс, аю, тау ешкісі, керік сияқты жануарлар бейнеленген. Осы жерде оқушыларға қосымша сұрақтар қою арқылы да қызығушылықтарын оятуға болады. Осылайша сабақ тақырыбын оқушылардың өздеріне болжату арқылы сабақ тақырыбы жарияланады. Оқушылар сабақ тақырыбын болжап, тақырып ашылғаннан кейін тыңдалым алдындағы сұрақтар, яғни тыңдалым алды тапсырма ұсынылады. Оқушылардан қандай жануарлар түрлерін білетіндіктері, жануарлардың қандай түрлері бар екендігі, қандай жануар түрлерін ұнататындықтары, 4 түлік малдың қазақ халқы үшін қандай пайдасы болғандығы және жануарлардың жойылып бара жатқан түрлері жазылатын кітап, яғни қызыл кітап жайлы не білетіндіктері туралы сұралып, тыңдалым мәтінінің мазмұнына дайындық жұмысы жүргізіледі. Берілген сұрақтарға оқушы биология пәнінен алған білімдерін қолданып жауап береді. Бұл тапсырма арқылы оқушылар тыңдалым мәтінін жеңіл әрі тез қабылдауға мүмкіндік алады. Тыңдалым алдындағы тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушыларға тыңдалым тапсырмасы ұсынылады. Оқушылар мәтінді тыңдамас бұрын тапсырмамен танысып, не істеу керектігін түсініп алады. Тапсырма тыңдалым мәтінін мұқият тыңдап, ондағы басты мәселе мен жан-жануарлар түрлерін есте сақтау. Бұл тапсырма арқылы оқушылар жануарлар мен олардың жойылу алдында тұрған түрлеріне қатысты ақпараттар алып, оларға қатысты бірқатар мәселелерден хабардар болады, яғни қызыл кітапқа енген жануарлар түрлерінен мәліметтер алады. Мәтінді мұқият түсініп тыңдағаннан кейін оқушыларға мәтін мазмұны бойынша түсінгендерімен топта бөлісіп, мәтіннің не туралы екендігі, мәтінде қандай жануарлар аттары мен түрлері айтылатындығы және қандай мәселелер жайында сөз болатындығы туралы сұрақтарға жауап беріп, топта талқылау ұсынылады. Топта берілген сұрақтарға жауап беріп, ойларын ортаға салғаннан кейін мәтін мазмұнына сәйкес ақпараттар табуға арналған бірнеше тест сұрақтары беріледі. Бұл тапсырма арқылы оқушы тыңдалым мәтіннің мазмұнын қаншалықты түсінгенін біле алады. Тапсырманы оқушы алдымен жеке, сонан кейін жұпта бөлісіп, бір-бірінің жауаптарын тексеріп бағалайды. Оқушылар бір-бірінің жауаптарын тексеріп болғаннан кейін дұрыс жауап интерактивті тақтада көрсетіледі. Тыңдалымнан кейінгі тапсырманың келесі түрі шын-жалған тапсырмасы. Бұл тапсырмада оқушылар мәтінде айтылған ақпараттар мен мәтінде көрініс таппайтын, яғни жалған ақпараттарды ажыратады. Бұл оқушыларға мәтінде есте сақтап, нақты ақпаратты ажырата білуге үйретеді. Келесі тапсырма ойыңмен бөліс деп аталады. Бұл тапсырмада оқушылар тыңдалым мәтінде көрсетілген, яғни көтерілген мәселеге қатысты өз пікірлерін білдіреді және мәселенің шешу жолдарын ұсынады. Яғни мәтіндегі мәселе жануарлардың азайып, жойылу алдында тұрған немесе жойылып кеткен түрлері туралы болатын. Тапсырмаларды орындау нәтижесінде оқушылар иллюстрациялар мен тірек сөздер арқылы тақырыпты болжап, мәтінді мұқият тыңдап, мәтін мазмұнына қатысты сұрақтарға жауап береді және өз ойын ортаға салып, пікір білдіріп үйренеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.